Алдыңғы бөлімде түсінуге, сыйлауға және күйеуім мені қабылдағанын қалаймын, ал менше деген сұрақтарға жауабын айтатын боламыз осы бөлімде. Сыйлау, түсіну, қабылдау маған керегі осы 3 қана амал еді. Оңай сияқты, бірақ нәпсің жібермей шайтан жаман ойлар сала берсе, дәл осының өзі ең ауыр, ең азапты амалың болады екен. Сыйлаймын десең, сыйлатпайтын әрекеттері көп. Түсінейін десең, түсіну үшін миыңа кірмейтін қылықтары жетерлік. Қабылдайын десең, қабылдауға келмейтін мінездері көп. Бірақ бұл 3 амалды мен тек қана Аллах разылығы үшін істеп бастағанда өмірім өзгерді. Адам үшін істесең, адамнан жауап күтіледі. Мен сыйласам, ол да сыйлау керек деп іштей кері байланысын күтесің. Ал Аллах разылығы үшін еріңді сол қалпында сыйлай бастасаң, еш ренішің болмай, уақыт өте келе оның шынымен сыйлауға тұрарлық амалдарын байқай бастайсың. Мен күйеуімді іштей сыйлап бастағанымда, қандай амал істесе де түсінуге тырысқанымда да және оны өзгертуді қойып, сол күйі жақсы көріп, оны қабылдағанымда біздің қарым-қатынасымыз жаңа дәрежеге көтерілді. Алғашқы тұрмыстық жылы дәрежеміз тең төмен еді, ал қазір мен де күйеуім де саналы түрде шешім қабылдап, бір-бірімізді тыңдап, бір идеалға келгендейміз. Бұл ашық әңгімем сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ешқашан өзгеруге кеш емес, сондықтан сіздің өзгеруге қадамыңыз осы кітаппен бірге басталып, әрі қарай көп ілім алумен және ілімді өмірде қолданумен жалғасып кетсін деп тілеймін. Сіз өзгерсеңіз, еріңіз, енеңіз 100% өзгереді деп ниет етпеңіз. Себебі бұл өмір үлкен система. Өміріңіз бір система, ал жақындарыңызды бәрі системаның элементтері. Мінезіңіз, санаңыз соған сай және тең. Сіздің дәрежеңіз және олардың дәрежелері бірдей. Бірақ сіз өзгере бастағанда не болады? Менталды дәрежеңіз өскенде система сол күйі қалады. Бірақ элементтері өзгереді. Алдағы уақытта күйеуіңіз және енеңіз системаңыздан шығып кетпеуі үшін қатар өзгеріп, сіз көтерілген дәрежеге тартылуы мүмкін, немесе керісінше таңдауы да бар. Яғни оларға сіздің өсуіңіз, өзгеруіңіз ұнамаса, ыңғайсыз болса, онда олар жай ғана сізбен бір системада бола алмай, жайлап араларыңыз үзіліп, сіздің өмірлік жолыңыз бөлек кетуі мүмкін. Бірақ осы үшін бақытсыз боламын деп ойламаңыз, себебі қазір мүмкін сіздің бақытыңызды байлап тұрған кейбір системаның элементтері шығар. Және олар ертелі-кеш системадан шығу керек шығар. Біз білмейміз. Аллах жақсырақ біледі. Сондықтан сізге өзгерсем күйеуім де өзгереді ғой деген ниетпен бастамау керек. Сіздің ниетіңіз Алланың алдында таза болу керек. Яғни тек қана Алланың разылығы үшін ғана өзгеру керексіз. Ал Аллах өзі шешеді қалғанын. Элементтер системада сізбен бірге өзгереді ме, сізді қабылдайды ма, әлде сіздің системаңыздан Аллах тағала оларды алып тастайды ма, хайырлысын тек Аллах біледі. Бұл кітап сіз үшін дайын инструкция болады. Сізге нақты психологияны жазамын, ал сіз егер қазір басыңыздан кризис кешіріп жатсаңыз, біріншіден күнделікті мен жазғандай дұға етіп бастаңыз. Екіншіден, менің берген инструкциямды өмірде саналы түрде қолданыңыз. Үшіншіден, маған алғыс білдіруді ұмытпаңыз, қалжыңдаймын. Үшінші, өз еркіңізде дүние ендеше жалғастырайық. Адамның дұрыс сұрақ қоя алу өте көп қиындықтарды шешуге көмектеседі. Жоғарыдағы мен өзіме қойған сұрақтарды сіз де өз-өзіңізге қойып шынайы жауап беріңіз. Күйеуім мені түсінгенін қалаймын, ал мен оны түсінуге тырысып жүрмін бе? Күйеуім мені сыйлағанын қалаймын, ал мен оны себепсіз сыйлап жүрмін бе? Күйеуім мені қабылдағанын қалаймын, ал мен оны осы күйінде қабылдадым ба деген сұрақ.
Енді жауап берген соң келесі сұрақтарға өзіңіз қойыңыз. Күйеуімді сыйлау үшін мен не істеуім керек? Күйеуімді түсіну үшін мен не істеуім керек? Күйеуімді қабылдау үшін мен не істеуім керек? Осы 3 сұрақ. Осы сұрақтарды өзіңізге күнделікті оянғанда қойсаңыз, сіз шынымен күйеуіңізге басқаша көзқараспен қарайтын боласыз. Ал төменде мен сіздерге әр сұраққа жауапты талдап, барынша көмектесетін боламын. Кризистен қалай шығуға болатынын қарастырайық. Ер адамды сыйлау арқылы, екінші ер адамды түсіну арқылы, үшінші ер адамды қабылдау арқылы. Дәл осы 3 сұрақты келесі видеомызда бөлік-бөлік барлығын ашып айтатын боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бұл тақырып өте қызық тақырып, қыздар.